Сенің басыңдағы проблема мына бүкіл әлемнің проблемасы емес. Ол сенің ғана проблемаң. Ол сенің ғана мәселең. Өзіңнің басыңа келген келеңсіз жайттармен өзгелерді кінәлап, депрессияға түсіп, түнеріп, соны уайымдап, шешілмейтін мәселе ретінде қарамай, сенің басыңда проблеманы ешкімге міндетсінбей, біреулерді кінәлап айыптаудың ешқандай қажеті жоқ. Ол сенің өмірің. Осы проблемалардың барлығы сенің жасаған әрекеттерің мен қабылдаған шешімдерінің салдарынан болып тұр. Сендегі ақша жоқ, сенде ақша болмаса, сенде жұмыс болмаса, сенде кредит көп болса, оған тек қана сен кінәлісің. Мемлекет емес, я тағы біреулер емес, я ағам жоқ, я көкем жоқ, мені қолдайтын анау мынау дейтін емес. Ол тек қана сенің проблемаң. Ал сен өзіңнің проблемаңмен ешкімге еш нәрсе міндеттенуге құқың жоқ. Міндеттене алмайсың. Ешкім саған сенің проблемаңнан шығаруға, саған келіп көмектесуге, саған жұмыс тауып беруге, сенің кредитіңді жауып беруге міндетті емес. Кәдімгідей осыны санаға құйып қабылдау керек. Сенің ерлігіңнен, сенің еркектігінен, сенің адамдығыңнан не пайда? Егер де болмайтын тырнағының астыңа кірген қылтанақтан, тікенектен жылап, еңіріп, өмірден түңіліп, жылап осындай еңсең түсетін болса, одан не пайда? Сенің өмірде барлығың, сенің өмір сүріп жатқаның, сенің тірі екеніңнің өзі үлкен жетістік, үлкен мүмкіндік. Бұл әлем өзі проблемадан емес, керісінше мүмкіндіктен тұрады. Ал егер де сен ез болсаң, еңірейтін болсаң, жылай беретін болсаң, жылауық болатын болсаң, онда сен проблемадан арылмайсың. Өйткені проблема бұл өмірдің өзінше бір сарыны. Сен неге көңіл аударасың, сол сенің өміріңде көп байқалады. Ал сен егер де жақсылыққа ұмтылып, проблеманы кедергілер емес, мүмкіндіктер деп қарайтын болсаң, не болса соған еңсеңді түсіріп, езіліп, кәдімгі күйзеліс, депрессияда жүретін болсаң, онда сен сол депрессиядан шықпайсың. Сонымен ағайындар, менде проблема бар екен, менде қазір осындай мәселе туып жатыр екен деп ешкімге міндеттенудің қажеті жоқ. Әркімнің өзінің басында өз деңгейіне жететін мәселесі мен проблемасы бар. Одан да күлімде, уайымдама, аяқ қолың сау, айналаң аман болса, денің сау болса, тірі болсаң, одан артық саған не мүмкіндік керек? Ез болма. Сен егер де осылай өзіңді еңірете берсең, болмайтын нәрсеңе артыңа қарап жаралы болатын тышқандар сияқты болатын болсаң, түймедейді түйедей қылып, еңсеңді түсіріп, езіліп, жығылсаң, тұра алмай жатып, сол үшін басқа біреулерді кінәлап сөйтіп жүретін болсаң, онда сенің өмірің қиындай береді. Одан да жығылсаң да атып тұр. Жылама, еңіреме, күлімде. Сенде тамаша жақсылықтардың жол ашылып тұр. Қайнардың көзінде тұрсың сен. Сен өмір сүріп жатырсың. Сен тірісің. Сенде мүмкіндіктер жетеді. Мінекей осылай қара өмірге. Бәрі өзгереді. Сен бақытты болуға лайықтысың. Сен еңіреп, езіліп, шаршап, шалдығып, түнеріп, тұнжырап жүруге емес, жадырап, күлімдеп, өмірге өзге көзқараспен қарау керек. Аспанда бұлт тұрғанмен қазіргідей, оның ар жағында самсаған жұлдыз, жарқыраған күн бар екенін ұмытпа. Ең қараңғысы таң атар алдында сәт болады. Өмір әрқашанда тәтті. Өмір ешқашан тәттірек болған емес. Дәмі күннен күнге тәтті бола береді ағайындар. Бақытты болайық.